Кешегі апатта екі бірдей білікті дәрігер қаза тапты. Оның бірі жоғары санатты дәрігер, 20 жылдық еңбек өтілі бар акушер-гинеколог профессор Патсаев Талғат Анапиұлы. Және екінші аққалатты Абзалжан медицина саласына 40 жылға жуық өмірін арнаған реаниматолог профессор Артықбаев Жәнібек Түкенұлы. Қайғылы жағдайда қаза тапқан дәрігерлердің әріптестері мен олардың көмегін көрген науқастар олардың өз қызметтерін қаншалықты адал атқарған ағынан жарылып айтты. Жақындаған 60-қа толған Жәнібек Артықбаев Алматыдағы кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтының жансақтау бөлімінде жетекші болған. Білікті дәрігер талай жыл ушыққан жарақаттарды емдеумен айналысқан. Ол 2015 жылдан бері 19 рет санитарлық авиация ұшағымен Қазақстанның бірнеше өңіріне барған, бірақ бұл жолғы 20-шы сапары соңғысы болды. Ол кісі мыңдаған адам денсаулығына қолын тигізіп жақсару жағынан. Ол реаниматолог білесіздер, анестезиолог өлім менен тірілердің арасында тұратын, шекарада тұратын адамдар. Бұл Жәнібек Түкенұлының жеке кабинеті. Дәрігер соңғы уақытта ұстаздыққа бет бұрып шәкірт тәрбиелеуге көшкен. Марқұмның артында жары мен 2 баласы қалды. Үлкен ұлы да өзінің жолын қуған хирург маман. Жәнібек Артықбаевпен қоштасу рәсімі 6 қазанда сағат 10:00-де кардиология және ішкі аурулар институтында өтеді. Ал Талғат Патсаев Алматыдағы акушерлік гинекология және перинатология ғылыми орталығында 20 жыл жұмыс істеген. Ол ана өлімі көп кездесетін оңтүстік Қазақстан және батыс өңіріне жауапты болыпты. Сол аймақтарға шұғыл жұмыс сапарымен жиі ұшады екен. Ауыр жағдайдағы қаншама ана мен баланың аман қалуына себепкер болған. Менің немеремді жаңағы өте қиын жағдайда операция жасап, немере қызымды алып шықты. Өзінің туған немере қызымды, келінді аман-есен алып шықты былтыр. Қазір қызым 1 жасқа толады, осы ноябрьде. Әріптестер оның қарапайым және тиянақты жан болғанын айтады. Ол оның жұмыс кабинетінен де көрініп тұр. Өз қызметіне адал азамат кеше тіпті жеке көлігінде ауруханада қалдырып іс сапарға бірден жұмыс жағынан шығып кеткен. Бұл біз үшін ауыр қаза, себебі ол біздің еліміздің медицинасына көп жаңалық енгізуі мүмкін еді. Өйткені ол экстрагениталдық патологиясы бар науқастардың бөліміне жетекші болды. Мұндай дәрігерлер бүгінде өте аз. Он добился своего, что он хотел в этой жизни. Талғат Патсаевтың артында мектепте оқитын ұлы мен қызы қалды. Сондықтан орталық ұжымы оның отбасына көмек ретінде бір күндік жалақыларын аудармақ. Ал марқұмның денесін бүгін туыстары мен достары туған жері Шымкент қаласына алып кетті. Амангелді Сейтхан, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.